Баршаңызға сәлем. Жігіттер, қыздар, аналар, әкелер, тәтелер, ағалар, әжелер мен аталар. Доллар өсіп қартайып өліп қалса екен деп анекдоттарымызды бастайық. Қарауыл, бұл жерде балық аулаға тыйым салынған. Айыппұл төлейсіз. Қайдағы балық аулаған, әшейін қара құшында құртты шомылдырып жатырмын ғой депті. Бір жынды алдадым деп мәз болып жүр екен. Сосын одан біреу, кімді алдадың деп сұрапты. Сөйтсе жынды, таксиге ақшасын төлеп өзім отырмай қашып кеттім депті. Бір күні екі ұлы кездесіп қалыпты. Біреуінің арқасында қабыршағы жоқ екен. Қабыршағы бар ұлу. Саған не болған десе, екінші жасырын түрде, тек ешкімге айтпа, мен үйден кет қалдым депті. Мұғалім студентке, бір қап ақша мен бір қап ақылдың біреуін ал десе, нені таңдар едің? Сонда студент, ойланбастан ақшаны аламын деп жауап береді. Сөйтсе мұғалім, ал мен болсам ақылды алар едім депті. Сонда бала, кімде не жоқ, сол соны алады ғой. Қыз, таңғы асыңды іштің бе? Жігіт, таңғы асыңды іштің бе? Қыз, қайталама сөзімді. Жігіт, қайталама сөзімді. Қыз, мен сені сүйемін. Жігіт, иә, таңғы асымды іштім. Автобуста кәрі кемпір арық жас адамға орын бермекші болады. Отырыс ормандай, соншама неге арықсың? Науқассың ба? Жоқ, рахмет. Мен студентпін. Онда сырт киіміңді бер, ұстап тұрайын. Бұл сырт киім емес, бұл менің досым Арман. Шал немересі екеуі қонақ күтіпті. Шал немересіне қарап, диплом бар, шалып кел депті. Қонақ таңырқап сұрапты. Немереңіздің аты диплом ба? Иә, деді шал. Қонақ, неге немереңіздің атын диплом деп қойғансыз? Сонда шал, қызым қаладан диплом алып келемін деп кетіп еді, осы алып келді. Мұғалім оқушыларға сұрақ қойып жатыр. Ербол, сен үлкен болғанда кім боласың? Ербол, мен үлкен болғанда бай болам, ақшам көп болады, әйел аламын. Сол әйеліме көлік, алтын, асыл тастар, үлкен үй алып беремін. Кейін шетелдерге алып барып саяхат жасатамын. Бәрекелді, жарайсың. Ал Гүлназ, сен үлкейгенде кім боласың? Сонда Гүлназ, енді Ерболды тыңдап, оның әйелі болғым кеп тұр депті. Қыз, темекі шегесің бе? Жігіт, иә. Күніне қанша рет? Күніне жарты пачка. Қыз, бір пачка қанша тұрады? Жігіт, 1000 теңге. Қанша жыл шек келесің? 15. Қыз, 15 жыл шекпей ақшаңды жинағанында, қазір өзіңе қандай болса да машина сатып алар едің ғой. Жігіт, сен темекі шегесің бе? Жоқ. Онда сенің машинаң қайда? Бір жігіт ұйықтап жатып өліп кетті. О дүниеге барыпты. Ақ сақалды бір шал отыр екен. Ол жігіттің істерін таразыға салып өлшеп көрсе, күнәсі мен сауабы тең түсіпті. Содан шал жігітке, сен өмірге қайтып адам емес тауық немесе жылқы болып ораласың. Өзің таңдап шеш депті. Жігіт ойланып тұрып, жылқы болсам үстіме адамдар мінеді, тауық болайын деп шешіпті. Сонымен бір кезде қараса тауық қорада екен. Адамдар бір тауықтардың басын шауып жатыр екен. Жігіт қасындағы тауықтан неге екен сұраса, тумаған соң шауып жатыр дейді. Құрсын, мен де туайын деп бар күшімен күшенсе, біреу бетінен салып қапты. Көзін ашса әйелі тұр екен. Сүмелек, бұдыңа жіберіп қойдың ғой деп айқай салыпты.